sırrı Şarında bunu senin çabanla kavulmayın oy Gönüller sarayı ümmet sallanmayı olsun beri kudalar senin arkanay senin arkanay Жалпы осы кісілердің қуанышына ортақтасып келіп отырсыздар ғой. Жаңа қалжыңда қазір елімізде айтып жатырмыз ғой. Осында еліктің өтіп жатқан анау адам құдалыққа келе бермейді. Мен негізі құдалыққа келгенім өзім түсінігім бойынша, күнде тойда жүргеннен мен түсінігім құдалыққа келген мен ең жаңаша адамдар деп білемін. Негізі. Осындағы енді осындай алтындай уақыттарыңызды бөліп, Ақтөбе деп жатырмыз, Атырау деп жатырмыз, қадамдарда Орал, осы екі жастың арқасы деп, Алланың арқасы деп. Мен осы екі жас қайтар қазақта ең жақын адам кім десеңіздер, ендігі армын болдым деп туралаймын. Анау ең жақын адам десеңіз, ол сөзсіз екі жастың ата-анасы деп. Мен осындағы секеңді Құдай қаласа Құдай қосқан құдамыз Серік құдамызбен күләш құдағайымызды мен осы ләж болса көштен бір дара қылып ортаға шақырсам мына жаққа келсе дұрыс па? Жұрт көрсін, ел көрсін, біз мақтанатындай, тамсанатындай, жасалатындай біздің құдағайымыз бар деп. Шапалақ бар ма? Әзір білмеймін, 21 ғасыр мақалдың бар өзгеріп кеткен ба? Менің түсінігім бойынша құданың
құдағиым топырағынан жалған сияқты ұқсай ма? Ұқсайды енді. Бір қош үміт деп қойсаңыздар қадірмен тағайындар. Ал, сәке тойып туасың құда қаласа. Ой, менен қадірмен тағай. Әрбір адам әкелерін құрметтесін. Қызық көрмей, бұл өмірден құр кетпесін. Әке үмітін ақтайық, жүректе мәңгі сақтайық. Адам болды бұрысса, мүлдетіңе тақпай. Жаман болсын демейді, бұзық болсаң сүйнейді. Айтқан кезде ұғып ал, бұндай шанс келмейді. Бұл адамдары бұл өмірде әке деген, кішкентайынан біздерді мәпелеген. Қошемет таямастан ұрсаңыздар көбейсінші, әрбір шаңырақта бала шаға әке дегендеп, әкенің құрметіне, құданың құрметіне қаттырек бір қошеметтер болса. Ақыл қуат алмай ма толып жатқан теңізден, адам қуат алмай ма айтылып жатқан лебізден десе, мінеки құдайке осы әулетке қала берсе жастарға қос бүлдіршініңізге ақ тілек ниетіңізді арнап кетсеңіз.